Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі таңда вирустың таралуына байланысты азаматтардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуіне байланысты Алматы қаласының халыққа қызмет көрсету орталығы шешім қабылдауына байланысты қазіргі таңда азаматтар онлайн түрде сұранымдарды рәсімдейді. Осыған орай Алматы қаласының мемлекеттік архиві мемлекеттік қызмет көрсету бойынша архивтік анықтамалар, үзінділер, көшірмелер алу үшін мен Алматы қаласының мемлекеттік архивінің жетекші сарапшысы Шойбекова Гүлмира Жұмаділқызы электронды ЕГОВ порталы арқылы архивтік анықтама алу үшін онлайн түрде сұраным жіберуді сіздерге көрсетіп айтып өтемін. Онлайн түрде сұраным алу үшін ЭЦП деген күреш керек, электронды цифрлы қолтаңба болу қажет. ЕГОВ KZ қазақша, интернеттен ЕГОВ KZ қазақша деп басамыз. ЕГОВ KZ деп шығып тұр. ЕГОВ KZ-ті басамыз. Қарасаңыздар, бұл жерде үш тілде басында қазақша, орысша, ағылшын тілінде ЕГОВ деп тұр. Мемлекеттік қызмет және ақпарат онлайн түрде. Ары қарай кіру үшін біздер кіру немесе тіркелу деп тұр. Осыны кіру дегенді басамыз. Кіруді бастық. Біздегі порталға кіру деп тұр. Жаңа мен сіздерге айтып өткенде электрондық цифрлық қолтаңба, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы кіреміз. Электрондық цифрлық қолтаңбаны басамыз. Сертификатты таңдаймыз. Сертификатты таңдағаннан кейін менің өзімнің электрондық цифрлық қолтаңбам жұмыс үстелім үстінде. Соны басамын. Міне электронды цифрлы қолтаңбам алтын дегенді басып, осыны ашамын. Ашылды. Енді өзімнің жасырын сөзімді теремін. Жасырын сөз бұл жерде ағылшын тілінде басталады, әрпінде, сонымен қатар сандар. Жасырын сөзімді енгіздім. Енді ашамын, открыть деймін. Енді қарасаңыздар, менің аты жөнім бәрі шықты. Шойбекова Гүлмира Жұмаділ деп. Подписать деп басамын. Енді қарасаңыздар, мен порталға кірдім. Шойбекова Гүлмира Жұмадиловна деп шығып тұр. Енді біздің алатын қызметтер деп тұр. Қызметтер дегенді басамыз. Мемлекеттік қызметтер бойынша біз архивтік анықтама алу үшін бізге құқықтық көмек дегенді басамыз. Құқықтық көмекті басқан уақытта құқықтық көмектер бойынша қызметтер көрсетіліп тұр. Осы жерде бізде архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділерді беру. Осыны басамыз. Архивтік анықтамаларды. Міне, архивтік анықтамаларды басқаннан кейін бізде уже мына жерде шығып тұр. Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділерді беру деп тұр. Онлайн сұрау. Біз онлайн сұрау жасап отырмыз. Сол үшін онлайн сұрау дегенді басамыз. Онлайн сұрауға біз кірдік. Мұрағаттық анықтама беру деп тұр. Бірінші қадам тапсырысты толтыру. Өтініш беруші туралы уже автоматты түрде мәліметтер бар. Ары қарай біздер толтырамыз. Пошталық индексті жазамыз. Телефон номерлеріңіз жазасыздар. Енді ары қарай облыс дейді. Біз Алматы қаласы болғаннан кейін мына жерде таңдау. Бұл жерде бүткіл Қазақстан өңірі бойынша автоматты түрде өңірлер көрсетілген. Алматы қаласы басамыз. Бұдан әрі дегенді басамыз. Бұдан әрі дегеннен кейін бізге кері сақтау, бұдан әрі деген сөздер шығады. Сақтаймыз біздер, сақтауды басамыз. Сақтауды басқан уақытта автоматты түрде бүткіл өңірдің архивтерінің басшыларының архивтерінің атаулары жазылған. Уже қарасаңыздар, Алматы қаласы, Государственный архив города Алматы деп жазылып тұр. Кімге жіберетініміз, басшысының аты жөні барлығы жазылып тұр. Енді бұдан ары қарай кім туралы мәлімет сұралады. Жеке тұлғамыз біздер, жеке тұлға дегенді басамыз. Енді бізге мына жерде суретте көрсетілген кодты енгізуіміз керек. Бұл жерде бізде ағылшын тілінде берілген. Осы сөзді енгіземіз.
енгіздім. Енді ары қарай толтырамын тегі. Мен өзімнің тегімді бәрін толтырып шығамын. Тегімді жаздым, атымды жазамын. Әкесінің аты. Так, тег аты өзгерген туралы менде ешқандай тегім өзгерген жоқ. Сызықша қойсаңыздар болады, туған күндеріңіз жазасыздар. Мекен-жай. Мекен-жайларыңызды толтырасыздар, сонымен қатар келесі телефон номеріңізді жазасыздар. Пошталық индекс. Енді ары қарай өтініш туралы ақпараттар. Сұраныс категориясы деп жазылып тұр. Бұл жерде бізге қандай не қажет? Архивтен қандай анықтама алу қажетсіз? Соны бұл жерде, осы жерде жазылып тұр. Егер сізге еңбек өтілі болмаса, жалақы мөлшері керек болса, немесе зейнетақы туралы жарналары, әлеуметтік аударымдары керек болған жағдайда, осының қажет, өзіңізге қажет анықтаманы басасыздар. Еңбек өтілін басамыз. Еңбек өтілі туралы деп шығып тұр. Елді мекен, Алматы деп жазасыздар. Жұмыс істеген орындарыңыз, жұмыс орындарыңыз Алматы Кілем. Бөлімше, цех жазасыздар. Қай цехта істедіңіз, кім болып істедіңіз, лауазымыңыз жазасыздар. Жұмыс кезінен бастап, қай уақыттан бастап сіз жұмыс жасадыңыз, осыны толтырамыз. Жұмыс кезеңіне дейін, қай уақытқа дейін сіз істегеніңіз туралы, соңғы жұмыс орнынан шыққан кезіңізді жазасыз. Бұйрықтың нөмірі. Егер сіз білмеген жағдайда, егер білмесеңіз, жазбасаңыз да болады. Бұйрықтың күні, қай уақытта сіз жұмысқа кірдіңіз, бұйрық қай уақытта шықты, соны толтырсаңыз болады. Ары қарай құжаттар толтырып болдық. Ары қарай құжаттар. Бұл жерде жазылып тұр: электронды копия документ, удостоверение личности, жеке куәлігіңіз. Выбрать файлы деп ашасыз. Менің жеке куәлігім жұмыс үстелім үстінде. Жеке куәлік деп тұр. Осыны ашып саламын. Мына жеке куәлік деп уже бізде кетті. Сонымен қатар еңбек кітапшаңыздың көшірмесі болған жағдайда еңбек кітапшаңыздың көшірмесінде салуларыңызға болады. Енді ары қарай болдырмау, сұранымды жіберу. Бәрін толық толтырып шықтық. Енді сұранымды жібереміз. Сұранымды жіберуді басамыз. Сұраным жіберілді. Енді екінші қадам шықты. Екінші қадамда біз толтырған сұранымға қол қоюымыз қажет. Сертификатты таңдау деген басамыз. Кілтімізді, екінші қол қоятын кілтімізді басамыз. Соны ашамыз. Құпия сөзді енгіземіз. Окей дейсіздер. Уже шықты менде.
қол қою. Қол қоямыз. Сұраным бізде толтырылып онлайн түрде рәсімделіп жіберілді. Міне енді бізге қызметтер алу тарихы туралы бойынша мәлімет келді. Біздің сұранымыздың коды мына жерде жазылып тұр. Міне 20 мамыр 2020 жыл 11:57 мұрағаттық анықтама беру туралы келіп түскен өтініштерге уже біздің сұраным кетті. Сонымен қатар біздер сұранымды жібердік. Енді сұраным мемлекеттік стандарт қызметі бойынша архивтік анықтамаларды беруде орындалу стандарт бойынша 11 жұмыс күнінде қаралады. Сіздің жіберілген архивтік анықтаманы алу үшін енді сіздер 10 күн жұмыс күнінен кейін жеке кабинетте тұр. Жеке кабинеттеріңізге кіресіздер. Осы жерде кіріс, сізге келген кіріс хаттар болады. Кіріс хаттарды басасыздар. Азамат туралы қабылданған мұрағат анықтамалар беру. Осылай бассаңыздар, сізге келген мынау қазіргі таңда біздің жіберген сұранымыз онлайн түрдегі. Осы жерден тексеріп архивтік анықтаманы электронды түрде шығарып аласыздар.